Елімізде жыл сайын дамып келе жатқан жобалардың бірі әрине Жайдарман. Жастар ойыны соңғы жылдары жанданып, түрлі форматта көрерменге ұсынылып келеді. Әсіресе биылғы жоғарғы лига маусымы әдеттегіден ерекше өтті. Бүгінгі видеода 2023 жылдың үздік жайдарманшыларын анықтап, көрерменге өткен әзілдерін көрсетеміз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк және қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. 10-шы орында биыл лайықты өнер көрсеткен командалардың бірі Алматылық Алатау СЮ капитаны Нұрдәулет Сейтомаров. Әсіресе биімен ерекшеленетін бұл ұжым биыл жартылай финалға дейін жетті. Ал Нұрдәулет қағытпа қалжыңдарымен, еріксіз күлдіретін әзілдерімен көрерменнің есінде қалды. Көпшілік оны бұрын осы жайдарман арқылы танылған Дәнекер Оразбаевқа ұқсатады. Айтпақшы, биылғы ойындардың бірінде олар сахнада бірлесіп тамаша өнер көрсетті. Геннадий Шиповских пен Максим Рожинға риза болмышым менде. Қашан көрсең екеуі мәжілісте бір-бірімен қазақша сөйлеседі ғой. Просто олар қасындағылар түсініп қоймасын деп сөйлеседі екен. 9-шы орынға саяси әзілдермен көрерменді баурап алған Эверест құрамасының ойыншысы Қасым Асфендияровты жайғастырдық. Ол маусым барысында саясаттан бөлек қазылар алқасы туралы әзілдермен де есте қалды. Әсіресе ЛРТ туралы қалжыңын көрерменге ерекше өткенін айта кету керек. ЛРТ-ға міндім ғой. Ұнамады анау. Неге? Алысқа секіру керек екен ғой. Ал 8-ші орында Жиза әзілдермен және шулы команда ретінде ерекшеленетін Рудный командасындағы бойы ұзын бала Абзал Айтқұлов. Биыл олар жартылай финалда жеңілсе де көрерменнің қолдауымен финалға өтті және көпшіліктің үмітін ақтап, лайықты басқа командалармен деңгейлес өнер көрсетті. Зонтикті атаңның басына ұстап тұрсын ба? Бөлім басшысына ұстасай. Қорытынды кезеңде Абзал капитандар сайысында Нұрлан Сабуровқа пародия жасап, залды күлкіге қарық қылды. Қонаққа барған кезде холодильниктің үстіндегі шаңды көріп қоясың ба? 7-ші орында Шымкенттік Абырой командасының ойыншысы Ғалым Нұрқанат. Биылғы маусымда құрамды жалғыз өзі алып шықты деуге де болады. Және команда өзгелермен иық тіресе өнер көрсетті. Көрермен келер жылы жайдарман маусым ашарында Нұрқанат бастаған топты асыға күтетіні сөзсіз. Көп анау менсілі басшылықтар бар ғой, жоғары істеп жүргенше. Солардың бәріне сотталып жатқан кезде бірақ танымыз ғой, Биылғы маусым жаңалыққа толы болды. Солардың бірі Бәрекелді Кірпі командасы. Жоғарғы лигада алғаш рет өнер көрсетіп, бірден танымал командаға айналды. Екі адамнан тұратын кірпілердің негізгі ойыншысы Бағдәулет Әбдиев биыл 6-шы орынға әбден лайық. Олар 2000-ші жылдары түсірілген клиптерге пародия жасау арқылы көрерменнің есінде қалды. Сахнадағы Есен Елеукенді білеміз ғой, төсектегі Есен қандай? 5-ші орынға биылғы жылдың басты жаңалықтарының тағы бірі Абибас құрамасындағы Есенов Дәурен әбден лайық. Дәурен биылғы маусымда финалға дейін жетпесе де, ерекше әзілдерімен көрерменнің көңілінен шықты. Жайдарман сүйер қауым тіпті Абибастың, оның ішінде Дәуреннің әзілдерін күтетін деңгейге жетті. Өйтеме пластический хирургқа барам да, емшек салдырып алам. 4-ші орында жайдарман тарихындағы ең үздік қыздар командасы. Ақпен бірге құрамындағы жалғыз еркек Бағжан. Ол өзінің әдемі әзілдері және ерекше актерлық қабілетімен қыздардың ойынына айтарлықтай дем береді. Команда биыл жайдарманның жоғарғы лигасында 4-ші орынға ие болды. Бақтнұр, сен менен екі қабатсың. 3-ші орын Жизаға толы әзілдерімен бірнеше маусым бойы көрерменнің қошеметіне бөленіп келе жатқан Оралдық талант командасының капитаны Орынғалиев Мейрамбек. Ол адамдардың ерекше түрлері, кешкі уақытта көліктегі қос қашықтың оқиғалары туралы көріністерімен ерекшеленеді. Мейрамбек бастаған команда биыл жартылай финалға дейін жетті. Дегенмен қалың көрермен және қазылар алқасы Есен Елеукеннен талант құрамасын финалға өткізуді сұраған. Алайда ашық дауыс беру кезінде Оралдық команда Рудныйдан жеңіліп, маусымды қорытындылады. Мынандай жанама көрдім, есіктің тұнады. Үйдің терезесі сынып тұрады, жел айдап тұрады. Сосын мамасы баласымен бетті үсіп отырады. Биылғы маусымдағы көп жаңалықтың тағы бірі Жуалы командасы. Адамның ойына келмейтін әзілдермен көрерменнің де, қазылар алқасының да көңілінен шығып, биылғы маусымда бірден 2-ші орын алды. Сондықтан команданың негізгі ойыншысы Қайратты 2-ші орынға жайғастырдым. Жуалы финалдағы сәлемдесу кезеңінде әдеттегідей жоғарғы деңгейдегі ойын көрсеткенімен үй тапсырмасы, яғни көрініс кезеңінде сүрінді. Хачико, Жылқышбайдың алдында. Айтшы, бульдоксың ба, сен бульдоксың ба, айтшы. Көптен күткен 1-ші орын
Бұл орынға әрине қыздар емес командасындағы Тұрсынбек әбден лайық. Команда финалға дейінгі сайыстардың бірінде сахнада шешініп, көрерменнің сынына ілінсе де, өзге кезеңдерде әдемі ойын көрсетіп, финалға дейін сүрінбей жетті. Ал ақтық кезеңде бүгінгі шығарылымның үздігі Тұрсынбек керемет ойын көрсетті. Капитандық сайыста да, көріністе де тізгінді өзі алып, залды күлкіге қарық қылды. Және Қазылар алқасындағы Еркебұлан Мырзабек қыздар емес командасының осы көрінісін Жайдарман тарихындағы ең үздік көріністер қатарына жатқызу керектігін айтты. Сөздер бар ма? Жоқ, сөз жоқ, рекламаға ғой. Республика сарайы 19 қараша 19:00-де. Достар, бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Видео ұнаса және әр саладағы үздіктер туралы білгіңіз келсе, қызықты деректер көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.